Цифрлық технологиялар. Жаһандану кезіндегі цифрлық технологиялардың енуі 21 ғасырда бәсекеге қабілетті болудың шешуші факторына айналды. Осы мақсатта елімізде цифрлық Қазақстан бағдарламасы қабылданды. Цифрлық технологиялар туралы не білеміз? Цифрлық технология термині ағылшын тіліндегі педагогикалық әдебиеттерде қолшатыр термині ретінде қолданылады. Дәл осындай видеоны қалай жасау қажет екендігін үйрететін боламын. Ең алдымен телефондарыңыздағы Play Market немесе App Store'дан ChatterKit деп аталатын приложенияны телефондарыңызға сақтап аламыз. Бұл приложенияның көмегімен кез келген персонажды сөйлете аласыздар. Сол арқылы оқушыларыңызды сабаққа деген қызығушылығын арттырасыздар. Бізде осындай бет шығады: суретке түсіру немесе галереядағы суреттерді алу. Мен галерея деп таңдаймын. Галереяда осында суреттер бар. Немесе төменде көрсетіліп тұрған камераны басу арқылы өздеріңіздің галереяларыңыздағы суреттерге келе аласыздар. Осындай бет ашылады. Бұл жерден суретке түсірсеңіздер болады өздеріңізді. Немесе төменгі жақтағы, сол жақтағы бұрышты бассаңыздар, галереяларыңыз ашылады. Сол жақтан өздеріңізге қажетті суретті таңдап, Next батырмасын басамыз. Төменде бізде микрофон қосылмай тұр. Сол себептен таңдаған персонаждың сөйлейтін аузын, яғни белгілейміз. Белгілеп болғаннан кейін төменгі жақта бізде микрофон қызыл түске боялды, соның үстін басамыз. Микрофонды басқаннан кейін бізге дайындық ретінде 3 секунд беріледі. 3 секунд біткеннен кейін бізде жалпы сөйлеуге 30 секунд беріледі. Осы жерде кез келген информацияны, яғни өздеріңізге сабақтарыңызға қажетті тексттеріңізді айтсаңыздар болады. Жалпы 30 секундқа жеткізу міндетті емес. Біткеннен кейін ортасын басамыз. Басқаннан кейін осылай шығады. Жасыл кнопканы бассақ, тыңдауға болады. Егер дұрыс емес болса, қасындағы қызыл кнопканы бассаңыздар, текстіңіз өшеді, қайтадан басынан бастап жаза беруге болады. Осы әдіспен кез келген персонажды сөйлете аласыздар. Сәлем достар! Егер барлығы дұрыс болса, жоғарыдағы Next кнопкасын басамыз. Басқаннан кейін бізде осындай фильтр шығады. Кез келген фильтр арқылы суреттеріңізді ауыстыра аласыздар. Немесе стикер таңдап, персонаждарыңызға басқа стикерлер қоса аласыздар. Немесе келесі бізде рамка. Кез келген рамканы қоя аласыздар. Немесе текст қоя аласыздар. Егер ешқайсы қажет емес болса, немесе қажеттісін таңдап алсаңыздар, Next басамыз. Сәлем достар! Осы жасыл кнопканың жанында телефон деген көрсетілген, соны басамыз. Міне біздің видеомыз телефонымызға сақталды. Егер сіздерге осы видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар!